Мен Жамбыл облысы Меркі ауданы номер 5 Ақарал жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының 9 А сынып білім алушысы Қыдырбек ұлдана. Бүгін сіздерге бірнеше тәжірибе жасап көрсеткім келіп тұр. Бұл тәжірибелердің мақсаты қытырлақ картоп, газдалған сусындар мен фастфудтардың адам ағзасына кері әсері. Алдымен бізде газдалған сусындар. Құрамындағы тауарлық бояғыштар адамның бауыры мен бүйрегіне өте зиян. Және де сусындардың құрамында қант мөлшері шамадан тыс кездеседі. Ол қант диабетіне алып келуі мүмкін. Енді біз осы газдалған сусындардың құрамын тәжірибе арқылы анықтап көрейік. Алдымен стақанға сусынымызды құйып алайық. Және алдын ала күміс нитратын дайындап алғам. Осы екеуін әрекеттестіріп көрейік. Уақыт өте түсі өзгеріп жатыр. Басында қоңырлау болған, енді жасыл қоңыр түсті тұнба түзілуде. Бұл құрамында, сусынның құрамында қышқыл бар екенін дәлелдейді. Енді тағы бір тәжірибеде сусынымызды индикатормен әрекеттестіріп көрейік. Бұл бізде әмбебап индикатор. Міне түсі қанық қызыл түске айналды. Бұл құрамында қышқыл бар екенін тағы да анықтайды. Бұл қышқылдар бізде адамның асқазанында, жүйкесінде және асқазанында әртүрлі аурулар туғызады және асқазан сөлін арттырады. Енді біз газдалған сусынның құрамындағы қантты анықтап көрейік. Ол үшін біз газдалған сусынымызды спиртпен, этил спиртімен әрекеттестіреміз. Тұрғандарыңыздай үсті түссізденіп келеді, ал астында кішкене қант жиналып қалған тұнба ретінде. Бұл бізде сусынның құрамында қанттың өте көп екенін дәлелдейді, және де бұл қант диабетіне алып келеді. Келесі зат бізде қытырлақ картоптар. Аты айтып тұрғандай, бұл зат картоптардан жасалады деп білеміз, бірақ оның қаншалықты рас екені белгісіз. Кейбіреулер шынымен картоптан жасалса, кейбіреулері крахмал мен әртүрлі химикаттардың қоспасынан дайындалады. Және де дайындау барысында қыздырып тұрған майда картопты қуырады. Бірақ жоғарғы температурада крахмал амин қышқылдарымен әрекеттесіп, акриламид түзеді. Бұл ісік тудырушы зат болып табылады. Картоптың құрамындағы крахмал йодпен әрекеттескен кезде күлгін түс түзілу керек. Енді қытырлақ картоптың түсін тексеріп көрейік, шынымен де сондай түс пайда болар ма екен? Картопта қоңыр пайда болды, қара. Бұл арқылы картоптың құрамында крахмал өте аз екенін дәлелдей аламыз. Келесі тәжірибеде осы сүзгі қағаз арқылы бір чипсыдың құрамында қанша май бар екенін анықтайық. Енді жылы суда кішкене ұстасақ,
Бүгінгі тәжірибелер барысында қытырлақ картоп пен газдалған сусындардың құрамымен танысып, оның адам ағзасына деген кері әсерін дәлелдедік. Қытырлақ картоптың құрамындағы май мен акриламид жүрек қан тамырлары ауруларын туғызса, газдалған сусындардың құрамындағы шамадан тыс көп қант пен қышқылдар жүйке жүйесін тоздырып, қант диабетін тудырады.